Сәлем достар, сіздермен бірге орынай. Мен бүгін сіздерге өте дәмді әрі тез дайын болатын, пышный болып көтерілетін шарлотканың рецептісімен бөлісемін. Менімен бірге жасап көріңіздер. Тез піседі, үйдегі бар дүниемен жасауға болады. Ол үшін 5 жұмыртқамызды осылай жарып ыдысымызға салып аламыз. Үстіне қантымызды салып миксерлейміз әбден көпіргенше. Және үстіне ертілген сары майымызды құйып, тағы да араластыратын боламыз. Ұнымызға қопсытқыш салып бір қасық араластырамыз. Және де осы дайын сұйық массамызға ұнды кезек өсіп салып отырып араластыратын боламыз. Алмаларымызды екі ортасынан бөліп, әбден тазалап, видеодағыдай кішкентай қылып кесетін боламыз. Тазартылған алмаларымызды дайын массамызға салып, әбден араластыратын боламыз. Пешімізді қыздырып дайындап қоямыз. Және де формамызды маргаринмен болсын, сары маймен болсын майлап аламыз. Және де дайын болған массамызды үстіне құйып, және бір қалған алмамызды үстіне әсемдік ретінде кесіп, осылай видеодағыдай қойып шығамыз. Қызып тұрған 180 градустағы пеште 50-60 минутқа пісіріп аламыз. Пісіріп болғаннан кейін ыстықтай формасынан шешпейміз, әбден суығанын күтеміз. Суыған кезде көріп тұрғандарыңыздай өте пышный болып көтеріледі, өте дәмді, ортасы барлығы піседі. Сондықтан да бірге жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған орынай менің каналымды қолдап, үлпіл басып кетіңіздер.